Сәлем достар. Сәлем достар. Әңгелек каналына қош келдіңіздер. Қазір қыздар сіздерге мектепке дайындаған алған заттарын кішігірім көрсетеді. Толық алған жоқпыз, бірақ сонда да сіздер комментарияға жазып жатсыздар, алған заттарыңызды көрсетіңіздер деп. Ол қызық, бізге де мысалы қызық. Просто біз баяғыда кішкентай кезде көршілердің, туыстарымның, подругаларымыздың үйіне барып көретін тұғымыз, қандай зат алды, қандай туфли алды, қандай сумка алды деп бізге сол кезде қызық болған. Сіздерге де қызық шығар деп ойлаймыз. Сіздер лайк басып кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Да? Анелиядан барсақ көрсетейін ба? Бірінші. В общем, Анелияда, достар, міне осындай юбка бар. Біз бұны новый бұны бастауышпен қоштасқанда кеше майда алғанбыз. Бұны бір айда болған жоқ, кигеніне. Күшті юбкада, мынау жіп жұқа, жеп жеңіл, матасы прям күшті, қысқа да емес, ұзын да емес. Осы бір юбкасы бар. Соған қосымша тағы да осындай бір юбка алды, кеше жаңадан алды. Бұл енді кішкене қысқалау болып тұрады. Сосын осындай ремешогы бар екен, оның осындай тыйын салатын ба? Осындай тыйын салатыны бар екен. Тенниска дейді ма, осындай юбкалерді. Киген кесе күшті болып тұрады. Үшім осындай екі юбкасы бар. Жетіп қалады шығар екі юбка деп ойлаймыз. Алдыңғы жылы киген юбкасы мүлдем киюге кимейді, өйткені ол уже қысқа болып қалды. Иә? Жазда қыздар әжептәуір өсіп қалды. Бойлары. Енді ақ кофтаңызды көрсетіп жіберсеңіз. Қандай кофта алдыңыз? Екі кофта қазір. Міне осындай екі кофта алған. Біріншісі осындай. Бірінші ақ кофтасы маған қатты ұнады. Негізі бізде байқасаңыздар, Анелия жағасы үлкен киімдер алады екен. Алдыңғы жылда біз жағасы үлкен кофта алғанбыз. Бұл жолда сондай кофта таңдады. Мынаның жағасы деген енді үлкен, матасы да күшті, корейский стиль деді. Осындай ақ кофта. Бұл біріншісі. Ұзын жең алдық біреу. Бір қысқа жең алдық. Қазір киген кезде сіздерге тағы да көрсетеді. Қысқа жең. Осындай бір біз құдағилар бүйтіп көрсетеді ғой, бүйтіп нелерді сөйтіп көрсетіп отқан сияқтымыз. Міне, мынандай киемі деп ше. Мынау қысқа жең, тоже осындай. Бұның жағасы қысқа, ондай ұзын емес, бірақ жеңінде осындай нәрселер бар ше. Осындай жеңін көрече күшті. Болды, осы жерде ғана, қалған жерінде ештеңке жоқ. Міне, осындай әдемі аппақ кофточка. Күшті кофта. Ұнады ма, Анелік, өзіңе киімің? Енді өзі таңдап алғасын ұнайды, конечно. Осы жетіп қалады шығар, екі юбка, екі кофточка, если что, тағы да ала жатармыз. Сосын Анелияға біз мүлдем туфли, білмеймін мен, алғысы келмейді осы туфли. Ананы бір көрсетем, ананы көрсетем. Әзірге туфли алған жоқпыз. Бірақ сабаққа дейін әлі бір ай уақыт бар. Алатын шығармыз деп ойлаймын, Құдай қаласа. Осындай күшті кроссовка алды. Мына кроссовканы енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Осы кроссовканы алып алды, ұнайды деп. Все, біз әлі спортивка алған жоқпыз. Әлі алатын заттарымыз көп негізі. Әзірге осыларды алып алдық. Негізі әлі бір ай бар. Бір ай бар. Жарайды, ертерек дайындала берген жақсы. Сумкасы, оны влогтарда көрсеттік. Осындай, просто ешқандай несі жоқ, осындай сумка. Бірақ бұл кішкентай болып қалама деп те ойлап тұрмыз. Білмейміз 5-ші класстың кітаптары қандай болатынын. Бізде бұрынғы сумкасы барлығы новый, да? Ұқыпты ұстаған. Мынаны деген вообще 2 жыл ұстады деймін, қателеспесем. Мынаны 3-ші класста алды, 4-ші класста да ұстады. 4-ші класста мына сумканы алды да, бірақ вообще ұстаған жоқ. Мынаны ұстап шықты. Енді 5-ші класста, если что, 2 сумкасын ауыстырып ұстайды шығар. Кітаптар үлкен болса, осыған салып алуға болады. Сол күйі жап-жаңа болып тұр бұл сумкасы. Примерно Аянаның киімдері міне осындай. Қазір давай сен бізге киіп көрсет. Ал біз Аянаға. Анелияның киімі деп айттың ба, жаңа Аяна деп айттың ба? Аяна дедің ба? Анелияның киімдері примерно осындай, достар. Ал біз Аякоштың киімдерін көрейік. Достар, Аяна бізге 2-ші сыныпқа көшеді. Жасы 7-де, мүмкін біреулер жаңадан қосылып, білмей жатады. Сол үшін айтып қойып атқаным ғой. Мынандай ремешогы бар. Тура Анелияныкінде юбка алды. Осындай тоже жаңағы тенниска ма, екеуінікі бірдей.
мынаның реминін тағады, ұзында емес, қатты қысқа да емес ау деймін, ремень тағу керек па? Осындай бір юбка алды, сосын осындай бір сарафан алды. Мына сарафанды енді күшті ұнатмаған. Осындай жерлері бар, әдемі, өзіне шапшақ. Бұның ішіне енді әдемі бір футболка ма, ақ жеңіл. Сондай бірдеңе көру керек, кейін тағы да шыққан кезде көреміз. Міне біреу кетті, осында екінші сарафаны кетті. Тоже Аякоштада екі кофточкасы бар. Майклері, біреуі ұзын жең, біреуі қысқа жең. Қысқа жең кофточкасы міне осындай. Бұның жағасы кішкентай. Бірақ мына жерінде қосымша тағы бір жағасы бар ма бірдеңе? Осылай әдемі болып тұрады. Басқа артық ештеңкесі жоқ. Жеңі мына жері резинка емес та, қолын қыспайды. Гольфи бар оның осындай. Осындай бір қысқа жең рубашкасы и осындай бір ұзын жең рубашка алдық. Бұның енді кішкене жерде резинкасы бар, жеңі ұзын и мына жері тоже әдемі болып тұр. Жағасында кішкене моншақтары бар екен. Білесіздер ғой, Аякош деген бізде жылтырлақ заттарды жақсы көреді. Міне екі кофта, екі юбка. Әзірге бізде әлі спортивка. Юбка, бір сарафан, бір юбка, екі юбкаға жатады. Ал бізде Аякош деген бірден туфли обязательно алып алды. Анеля сияқты емес, ұнайды, ұнамайды демейді, бірден алып алады. Моншағы болса болды бізге Аякошқа. Осындай әдемі туфли алып алды. Міне, осындай бір қара туфли алып алды. И бір кроссовка алып алды. Мыналармен бірге киіп көрсететін шығарсың қазір. Кроссовкасы күшті. Қараңыздаршы. Әдемі осындай ақ кроссовка алып алды. Бұларды да алуға болады. Алып тастап, қайттан салып қойып, сондай заттар жасауға болады екен. Осындай күшті кроссовка алды. Сумкасын сіздер білесіздер, блогтарда көрдіңіздер. Осындай фиолетовый сумкасы. И болды. Все, алған заттарымыз осы. Әлі тағы да алатын заттарымыз бар. Әлі канцтоварларға көрсетем. Әлі жемпір сырттарынан, кетін ақ кофтаның сыртынан бантик. Сен бантик алдың, Тәте алған жоқ бантик. Бантик, қандай бантик алдың, көрсетсей. Спортивка, тағы не бар? Сондай заттар шамалы тағы да сабақ жақындаған кезде ала береміз. Міне Аякош осындай ақ моншағы бар. Бантик алып алды. Сіздерге киіп көрсетейін деп жатыр. Вот, достар, екі қыз деген мектепке дайын. Осындай киімдері. Аякошта бізде туфли, Анеляда осындай кроссовка. Кофталары күшті. Аянаның кофточкасы деген күшті. Тұрады екенді, нағарсаңыздар, сарафанның сыртына шығып тұрды. Өзі бір арнайлап тігіп қойған сияқты осы сарафанмен киюге. Кофточкасы күшті. Ал Анеляның мына жерлері міне әдемі болып тұрады екен. Аяна дегенше бүкіл не көрсе соны, мынау әдемі әпеш, мына юбканы әпеш, мына кофтаны әпеш. Бүкілін жақсы көріп, бүкілін алғысы келіп жүрді. Анеляға зорға таңдап жүрді қой. Үшін міне достар, осылай біздің қыздар, мына жақта мен отырман. Біздің қыздар осылай мектепке дайындалды шамалы. Күшті мен маған осындай нелер ұнайды. Сарафанчиктер. Бұл бірінші образ бізде, қазір екінші образ. Достар, біздегі келесі образ осындай ұзын жең кофточкалары. Анеляның міне юбочкасы. Күшті жеп-жеңіл юбкасы. И не өзгерді нақта. Аякошта бізде кроссовкасы өзгерді. Осылай кроссовкамен киіп алды. Туфлимен, кроссовкамен араластырып киеді. Кофталары әдемі, ұнайды бізге. Біз алдыңғы жылы дымы жоқ, без ничего деп киеміз деп едік. Бұл жылы білмеймін, моншағы бар дедік, мынандай болу керек деп сондайларға қызығып кеттік. Аякоштада жылтырлақ бар ма? Сенде де бар екен ғой, жылтырлақтар.
кішкене веселый Рахмет, болсын деп Индекста. осындай киімдер таңдадық. Вот, бізде осындай образдар, осындай киімдер. мынандайды бүйтем ғой. Болды ма? Міне, сіздерге көрсетеміз деп мынаяқтың бәрін шашып тастадық достар, қаншама қазір қыздарды жинайтынын бәрін жүгіріп жүріп сіздерге көрсетеміз деп еңбектеніп жатыр. Лайк басып кетіңіздер сол үшін. Қазір кішкене канцтовар тоже көп алған жоқпыз, бірақ сонда да қазір сіздерге көрсете саламыз. Бірақ дәптер біраз алдық енді. Біраз әптер алып қалдық. Әлі Анеля 5-ші классқа өтеді, оған общий тетрадь керек шығар. Общий тетрадь алған жоқпыз, апай сұрап атса ала салармыз. Бізде мынау Аякоштың пеналы, мынау Анеляның пеналы осындай. Иә, Аякош осындай, бір мультяшный, әдемі осындай пенал алды, үлкен. Анеля осындай кішкентай алам деді, ішіне только простой карандаш, ручка, мынау салам, болды деп. Осындай кожаный ғой мынау, иә? Кожаный пенал алды. Так, Аякош, Анеля осындай кішкентай қалам алды. Анеля, ой, кімді айтып жатыр? Шатасып қалдым ғой. Аяна осындай үлкен қалам алды, майлы әдемі. Міне қыздардың альбомдары, күшті альбомдары. Розиби. Мынау Аянаныкі бізде, мынау Ангелектікі. Так, дәптер қап, клей. Мынау өшіретін отмет, штрих. И көп өчкілер мына жақта тағы да бар, мына қаламдар. Мынау бізде Аякоштың өшіргіші розовый. Мына жақта бізде Анеляның өшіргіші. Просто өшіргіш аласың, Иә, осындай өшіргіш алыпты. Кішкентай пеналына сиятын кішкентай үштағыш алыпты. Менен не алдым? Сізде алтын түс бар. Иә, нет аты. Цветной бумага алды. Алтын түс. Бүкіл түстерді айтып шықса енді. Достар, міне осындай бізде обзор шықты. Қазір мына жердің барлығын қайтадан жинаймыз. Шыға береді ғой. Өшіргіштен ба? Тағы да заттар алған кезде біздің влогтардан көре аласыздар, достар. Сол үшін тіркеліп кетіңіздер. Влогтардан көрсетемін ғой, құда қаласа. Біз әлі спортивкілер аламыз. Тағы нет. Анеляға бантик алу керек. Көп зат алу керек әлі. Иә. Сомен бүгіндікке осы қалай сіздерге ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Кімнің кофтасы ұнады, кімнің юбкасы ұнады дегендей. Сондай кімнің сарафаны, бірақ сарафаны ол Анеляның. Аянаның сарафаны. Жарайды достар, келесі видеода кездескенше. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока. Пока-пока.